Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге сүтті қалай пастерлеу керек және де оның құрамындағы жаман бактерияларды қалай өлтіреміз, оны бір аптадан 10 күнге дейін қалай сақтау керек жайлы айтатын боламын. Жалпы сүт пастеризациясы дегеніміз сүт құрамындағы жаман бактерияларды, адам ағзасына зиян келтіретін бактерияларды өлтіріп, адамға қауіпсіз ету барысында жасалатын процесс. Қараңыздар, сүтті біз осылай 63 градусқа дейін жылытамыз. Яғни қарап тұрамыз, 63 градусқа дейін көтеріледі. Одан кейін бірден салқын мұзды суға немесе кранның жанына қоюға болады. Өйткені бізде резкое охлаждение болу керек. Яғни 63 градусқа дейін көтердіңіз, оны салқын суға суытамыз. Одан кейін ол пастерленеді. 63 градусқа дейін көтеріп, оны тез арада градусын түсіру немесе мұзды суға салсаңыздар да болады. Яғни мұзды суды алдын ала дайындап қою керек. Мінекей қараңыздар, біздің градусымыз 58 градусқа дейін жетіп қалды. Мен раковинаға қойдым. Раковинаға су толтырып қойдым. Салқын су. Енді сол жерде температура түсу керек. Температура түскеннен кейін оны бөлме температурасында дейін тағы да суытамыз. Одан кейін баклажкаларға құйып қоямыз. Баклажканың сырты міндетті түрде жақсылап жабылу керек. Сол уақытта біздің сүтіміз бір аптадан аса сақталады. Негізі 15 күннен аса деп айтып жатады. Бірақ біз бір аптадан 10 күнге дейін кепілдік бере аламыз. Бір аптадан 10 күнге дейін сіздің сүтіңіз ашымай, жақсы тұра береді. Және де бактерияның бәрі өледі. Негізі біз CES нормаларға сәйкес біз пастерленген сүтті қолдануымыз керек. Көжені де жасаған кезде де бір рет қайнатып 53 градусқа барғанда ғана мен активияны қостым. Мороженое жасағанда да осындай пастерленген сүтті қолданады. Өйткені айтып жатырмын, біздегі барлық жаман бактериялар өлуі керек. Одан кейін ғана біз қолдана аламыз. Мінекей 63 градусқа жетіп қалды. Енді қазір осыны біз кранның жанына қоятын боламыз. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай кранның жанына суды ағызып толтырып қойсаңыздар болады. Салқын мұздай су. Енді температурасы түскенше бақылап отырамыз. Одан кейін бөлме температурасында суытып алатын боламыз. Міне бізде температурасы түсті. Енді оны бөлме температурасында суытамыз. Достар, егер де видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, сіздерге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар, және де пікір қалдыра кетіңіздер.